Құрметті халайық, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Сонымен бірден жаңалықты бастайық. Естеріңізде болса, Украинаның әскері Ресейдің территориясына ішкерлей еніп кеткен болатын. Бұл туралы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Осыған байланысты ресейліктер де, Украин билігі де мәлімдеме жасады. Ресейдің Курск облысына Украин әскері ішкерлей еніп кеткен, қаншама шақырым бойы соғыс қимылдары жалғасып жатқан көрінеді. Ресейдің кейбір аймақтары Украин тарапынан, яғни Украина әскері басып алған. Алайда осыған дейін айтылып келгендей, қазақтардан, яғни ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы осы мемлекеттер Ресейге көмектесе ме? Яғни Ресей осы мемлекеттерден, оның ішінде армяндар да бар, оның ішінде қазақтар да бар. Қазақтарды немесе украиндар мен соғысқа армяндарды көмекке шақырама деген сұраққа Ресейдің шенеунігі Затулин анық жауап берді. Қазақтарды көмекке шақырмаймыз деді. Олар әлі де болса өздерінің бір супердержавалық пікірінде қалған сияқты. Бірақ қалай дегенмен де бүгінгі кездегі де-факто жағдай бұл Ресейдің әлсірей бастағанын көрсетеді. Яғни олардың әскери техникасы болсын, жауынгерлік қимылдары болсын. Және батыс елдерінің дүркін Украинаға заманауи үлгідегі соңғы қаруларды, соғыс техникаларын беруі Украинаның жағдайын күшейтіп жіберді. Украинаның позициясы анағұрлым кеңінен соғыс қимылдарын бастауға мүмкіндік алды. Енді мен мынаны айтқым келеді. Тарихшы ретінде тарих деген бұл тек өткенді ғана айтпайды. Тарихшы бұл болашаққа да болжам жасайды. Тарихты білмей болашаққа болжам жасау мүмкін емес деген еді Әл-Фараби бабамыз. Сондықтан тарихшы ретінде мен мынадай тарихи картинаны көріп отырмын. Қазіргі кездегі Украина мен Ресейдің арасындағы соғысқа байланысты. Өздеріңіз білесіздер, Кеңестер одағы 91 жыл, 90 жылдан бастап ыдырай бастады. Тіпті 89 жылдан бастап ыдырау процестері басталды. 91 жылы ыдырап тынды. Тәуелсіз мемлекеттер пайда болды оның орнында. Ал сол Кеңестер одағының ыдырауына сыртқы күштердің әсері қандай болды? Одан бөлек менің ойыма мынадай бір тарихи оқиға келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, 1979 жылы Кеңестер билігі Ауғанстанға әскер кіргізді. Кеңестердің әскері сол кезге дейін репутациясы ең мықты әлемдегі супердержавалардың бірі де бірегейі болатын. Ол кездегі әлем картасындағы мемлекеттер екі супердержавадан тұрды, яғни екі полярлы. Біріншісі ақш бастаған капиталистік мемлекеттер, яғни батыс мемлекеттері. Екіншісі КСРО бастаған коммунистік мемлекеттер. КСРОның әскери қуаты өзінің екінші дүниежүзілік соғыстағы жойқын жеңісімен әлем елдерін үрейге салды. Екінші дүниежүзілік соғыстағы жеңіс КСРОға өте үлкен даңқ алып келді, репутация келді. Кеңестік әскердің қуаттылығы туралы неше түрлі аңыз шындығы аралас әңгімелер тарады. Кеңес әскерінің салқыны тіпті Куба жеріндегі әскери жағдайларға да әсер етті. Өздеріңіз білесіздер, холодная война дейді, яғни суық соғыстың кезінде тіпті Американың өзіне, оның шекаралық аумақтарына қауіп төндіргендігі белгілі. Оны былай қойғанда, кеңес үкіметі атом бомбасымен әлемді қорқытты. Хрущевтің Біріккен ұлттар ұйымында туфлимен столды соққан оқиғасын білетін шығарсыз. Мұндай оқиғаларды айта берсе жеткілікті. Миллиондаған мүшесі бар коммунистер партиясы, 5 жылдықтар бойынша басқарылатын экономика, пионерлер, қаншама еңбек күші, сонымен қатар ғылым мен технологиядағы жетістіктер бар, оны жасыруға болмайды. Және космосқа ұшу. Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуда кеңестік технология мен білімнің жоғары деңгейде екендігін көрсетті.
екінші дүниежүзілік соғысқа дейін Сталин мынадай бір әңгіме айтылады Сталин туралы. 1953 жылы Сталин дүниеден өтті. Сталин туралы мынадай бір әңгіме айтылады. Сол әңгімеде соқа ұстаған елдің қолына атом бомбасын ұстатып кетті дейді. Ол былайша айтқанда әлемдегі мықты алып державаға айналдырып кетті КСРОны. Сөйткен КСРО 1979 жылы Ауғанстанға әскер кіргізді. Сөйтті де оңай жеңіске жетеміз деп ойлады ма, әлде американдықтарды Азия құрлығынан ығыстырып шығарам деген үміт болды ма, кім білсін. 1979 жылы Ауғанстанға әскер кіргізуі бұл кеңестік үкіметтің, кеңестік биліктің ең үлкен тарихи қателігі болды. Алайда кеңестік басшылар ол кезде мұны жете түсінбеді, немесе кері шегінуге жол жоқтай көрінді. Енді осы бір жағдайды бүгінгі Украинадағы жағдаймен салыстырып отырыңыз. Украина жеріне кіргізілген әскерді білесіздер, Ресейдің. Бұны арнайы операция деді басында, одан кейін бұл соғыс одан әрі ушыға бастады, әлем мемлекеттері араласып кетті деген сияқты. Сонымен байланыстырып отырыңыз. 1979 жылы әскер кіргізді, бірақ жеңілместей көрінген КСРО Ауғанстандағы моджахеттерден оңбай жеңілді. 1989 жылы кеңес әскері масқара түрде Ауғанстаннан өз әскерін алып кетуге мәжбүр болды. 1979 жылы кіргізілген әскер 1989 жылы шығарылды. Бұл тарихи оқиға 1989 жылғы, яғни Ауғанстаннан шығарылған әскерден кейін арада 2 жыл уақыт өткенде кеңес құламастай көрінген, мызғымастай көрінген кеңес үкіметі қирап қалды. Яғни кеңес үкіметі келмеске кетті. 1991 жылы Беловеж келісімімен Шушкевич, Кравчук және Ельцин КСРОның таратылғандығы туралы келісімге келді. Беловеж келісімі деп аталады бұл тарихта. Осыдан кейін КСРО келмеске кетті. 2 жыл уақыттан кейін. Ал енді ойлаңыздар, Украина жеріне кіргізілген Ресейдің әскері аз уақыттың ішінде Украинадағы позициясын мықтаймыз деп, яғни Украинада позициясын жақсартамыз деп ойлады, бірақ соғыс тым ұзаққа созылып кетті ресейліктер үшін. Мұның ақыр аяғында жақында ғана естіп жатсыздар өздеріңізде, керісінше Украина әскері енді Ресейге басып кіріп жатыр. Ресейдің қаншама аумағына дейін ішкерлей еніп кеткен Украина әскері, Курск облысының, яғни. Енді бұл жерде қандай нәрсені түсінесіз, мысалы ойлап қараңыздаршы. Ресей туралы да осы кезге дейін аңыз шындық аралас неше түрлі әңгімелер айтылып келді. Кеңес одағының бірден бір мұрагері деп есептейтін болсақ Ресейді, онда Ресей туралы айтылып келе жатқан осы кезге дейін аңыз шындық аралас әңгімелерді осы Украинамен арадағы қақтығыстардан кейін түбегейлі белгілі болуы мүмкін. Ресейдің күш қуатының қаншалықты мықты немесе әлсіз екендігі, КСРОның әлеуметтік, экономикалық немесе әскери артта қалғандығын ауған соғысы дәлелдеп берсе, артынша КСРО 2 жылдан кейін ыдырап кетсе, Украина мен Ресейдің арасында қақтығыстардан кейін Ресейдің жалпы әскери күшінде, экономикасында, әлеуметтік жағдайында әлем елдері толығымен біледі деп ойлаймын. Өйткені Украина мен арадағы шайқас бұл бүкіл әлем елдерінің назарында. Ал сіздер қандай да бір осындай бір тарихи ұқсастықты немесе тарихи параллельді байқадыңыздар ма? Осы Украина мен Ресейдің арасындағы қақтығыс және КСРО мен Ауғанстанның арасындағы қақтығыс. Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыз, және бұл видеоны қолыңыздан келгенше барлық WhatsApp топтарына таратып жіберіңіз.